сынау және сөгу. Біреу қызғаныштан саған агрессивті баға береді. Оған назар аударып керек емес. Сен онымен келіссең де келіспесең де жақсы, сіздің сөзіңізді түсінем деп жауап берсем болады. Ал енді біреуі қорқыныштан немесе қызғаныштан әдейі мақтап баға береді. Олар сенің нәпсіңді өсіреді. Бұл баға саған кері әсер етеді. Ең өнімді баға, ең алдымен жақсылығынды, сосын жамандығынды айтатын сын, нағыз жанашыр, мейірімді баға. Сенің пікіріңді өзгертетін баға. Біреу сен туралы сыртынан сөз етіп, кінәлап, мін тағып, айыптап тек жаман жағында айтса, ол сөгу деп аталады. Осылайша адамдардың көңіліне қаяу түсіп біртіндеп аралары сөгіле бастайды. Туысқандар мен достардың аралары осылайша сөгіледі. Бағадан мүлде қорқып қажеті жоқ. Тіпті оған қуану қажет. Егер сен олар мені сөгуге хақылы деп іштей мойындасан, олар сенің күнәңді көтереді. Шыбын құрты іріңді жейді. Олар құрт секілді, сенің іріңді жеп тазартады. Олар сенің көмекшілерін, сенің кемшіліктеріңді өз мойындарын алады, сенің жүгіңді жеңілдетеді. Біреуге күлсен, біреуді айыптасан, сол сенің басына келеді деген осы. Кім сізге қандай баға берсе де, мен өз кемшіліктерімді білемін, мойындаймын. Мен туралы кім не ойласа, соны ойласын. Тіпті мені ешкім ешқашан қабылдамайды деп өзіңізге бірден айтыңыз. Өйткені өзгелердің сізді қабылдағаны тек сіздің нәпсіңізге керек. Сізді таққа отырғызып, басына тәж кигізсе, тұлғаңыз, нәпсіңіз мақтанып марқаяды. Ал сіздің мән болмысыңыз өзгермейді.